Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен Айнұр сіздерге осы табиғи ашытқыменен жасалған еш асқазанға зиянсыз бауырсақтың жасалуын сіздермен бөлісемін. Бұл табиғи ашытқыдан жасалған нанның түрлері өте көп. Үй жағдайында жасап жесеңіздер, асқазандарыңызды тез қорытылады және де еш асқазанға ауырлық салмақ бермейді. Достар, ағзамызды уламай дрожждан бас тартып, табиғи ашытқының нанын жеп денсаулығымызды күтіп, сек нұр үстіне нұр болар еді. Ал достар, менің осы пайдалы бауырсағымның рецептісін көру үшін осы видеоны соңына дейін қарап кетулеріңіз сұраймын. Ал енді осы бауырсақтың құрамына мен алдын ала дайындап қойғам. Міне холодильниктен 120 грамм ашытқымызды алдым. Бұны мен нан иелерінің алдында осылай бірінші аламын. Енді үстіне 120 грамм су құямын. Бірге бір суменен ұн салатын боламыз. Мысалы, қанша грамм ашытқы алдық, сонша грамм суын, сонша грамм ұнын салатын боламын. Бұл деген 2,5-3 сағатта дайын болады. 120 грамм ұнын салдым. Енді барлығын жақсылап араластырып, қазір ыдысымызға салып белгілеп қоямыз. Егерде осылай жасасаңыздар, сіздердің нандарыңыз, ешқандай да бауырсақтарыңыздың қышқыл дәмі шықпайтын болады. Алдын ала осылай тамақтандырып, 2,5-3 сағатқа тамақтандырып қойып, үстіп нан елесеңіздер, нандарыңыз өте керемет болып шығады. Міне толық ашытқымыз дайын болып тұр. Енді бауырсағымызды илейтін боламыз. Керекті бауырсақтарымызға ингредиенттердің барын алдын ала суын, сүтін дайындап қойдым. Бұл үй температурасында керек болады. Ешқандай жылытудың қажеті жоқ. Біз енді дайын ашытқымызды осындай бос ыдысымызға өлшеп құятын боламын. Мен бұл жерде 257 граммын құйдым да, қалғанын үстіне ұнын салып, суын салып, осы түбіндегі ашытқымызды қайтып тамақтандырып холодильникке сақтайтын боламыз. Енді бізге 325 грамм сүт керек, және 250 грамм су қойдым, және 50 грамм секер, 50 грамм сұйық май қойып, және 22 грамм тұзын салдым. Енді барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды салып илейтін боламыз. Бұл жерде мен 1 кило 125 грамм ұн керек. Бұның барлығын толық бірінші салмаймын. Ұнымызды жаймен салып, қамырымызды илейтін боламыз. Көріп тұрғандай, қамырымыз өте қатты болмау керек, өте жұмсақ болмау керек, орташа түрде болу керек. Қамырымызда енді қатты иін қандырудың қажеті жоқ, өйткені біз қазір 3-4 рет жарты сағаттан қамырымызды қойып жұмыс жасайтын боламыз. Бұл жерде тек қамырменен ұнды біріктіріп, жақсылап біріктірсек болғаны. Енді бетін жауып, үй температурасында жарты сағатқа қоятын боламыз. Бұл жерде енді ұн менен қамырдың бірігуі дейді. Енді осыны жақсылап енді қолымызды майласақ та, или суласақ та болады. Сонымен қамырымызбенен енді жұмыс жасайтын боламыз. Енді қамыр жалпы эластичный болу керек. Бір-біріменен жақсы ие қанып, осылай енді қамырымызды созғылап көтеру процесіне біз қолдың көмегіменен қамырымызға көмек беретін боламыз. Қамырымызды каждый жарты сағат сайын осылайша 3-4 қайтара жасасаңыздар, қамырларыңыз өте керемет болып көтерілетін болады. Енді осы 5 минуттай қамырыңызбен жұмыс жасайсыз, сонымен тағы да жарты сағатқа бетін жауып, осылай үй температурасына қоямыз. Мен бұл жерде енді 4 рет қайтарғанымды барлығын толық көрсеткен жоқпын, өйткені сіздерге 2 қайтарғанын көрсеттім. Мынау соңғы қайтарғаным осылайша етіп, көріп тұрғандай көтеріліп келе жатыр қамырым. Каждый жарты сағат сайын осылай 4 рет істесеңіздер, қамырларыңыз өте керемет болып шығатын болады. Енді мына соңғы қамырымның жұмыс жасалуы, біз енді осы көтерілуіне көмек береміз, қыздар. Сонымен қазір енді бетін 2 сағатқа жауып қойсақ, қамырымыз толық уже нанымызға, бауырсағымызға дайын болып тұрады.
Ал қыздар, егерде осы аштығының жасалу жолын үйренем дейтін болсаңыздар, менің осы инстаграмым және тикток каналым бар. Осы ютуб каналында профильде ссылкасы тұр. Соны басып каналдарыма тіркеліп, және де жекеме жазып кетсеңіздер, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Қаншама қыз-келіншектерге осы аштығының жасалу жолдарын үйретіп келемін. Бұл тек қана 2 ғана ингредиенттен жасалады аштығымыз. Бұл фруктовый закваска емес, бұл кәдімгі су ұнменен жасалатын ашытқы. Енді міне қамырымыз толық көтерілді. Енді осы қамырымызды қолымыздың көмегіменен майлап тұрып, осылай жаятын боламыз. Енді бұл өте дәмі де тіпті ашыған, қышқыл, ешқандай дәмі татпайды. Өйткені өздеріңіз көргендей аштығымызды қамыр илердің алдында жаңағы дайын тұрған аштығымызды тамақтандырып деген жаңағындай суын, ұнын алдын ала араластырып 2,5-3 сағатта қойып дайындап, сосын барып қамыр илесеңіздер, ешқандай да қамырларыңыздың қышқыл дәмі шықпайды, ашы дәмі шықпайды. Міне көріп тұрғанда енді қамырымыз толық осылайша етіп жайдық та, және форманың көмегіменен кестік. Енді пышақпен кессеңіздер де болады. Бұл жерде әртүрлі формаменен енді майымызды жақсылап бірінші қыздырып алдым, және майды орташа отта басып қойдым. Енді осылай қатты отта пісірмеңіздер, өйткені арасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан да орташа отта осылай көтерілгенше бірінші бір бетін пісіріп алатын боламыз, және де аударып екінші бетін осындай орташа отта бауырсағымызды пісіретін боламыз. Мен бұл жерде майды, кәдімгі құйрық майына бауырсағымды пісірдім. Өте дәмі де ерекше, дәмі де керемет болып шықты. Сіздерде міндетті түрде осы менің рецептімнен осы жасасаңыздар, сіздердің де бауырсақтарыңыз дәл осыдай болып шығады. Егерде осы мен қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, подписаться қызыл батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар, қыздар. Ал міне толық бауырсағымыз дайын болды. Егерде қонағыңыз келсе де, отбасыларыңызға осылай жасап берсеңіздер де, барлығына міндетті түрде ұнайды. Егерде сіздерге осы менің видео рецептім ұнаса или пайдалы болса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видео рецепттермен жолыққанша сау аман болыңыздар. Ас болсын.